Алматы облысы Панфилов ауданының Ербол Сыпатаев атындағы орта мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Түгелбаева Жанар Нұрланқызы. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің бүгінгі сіздерге ұсынатын тақырыбым оқушылардың сабақтағы іс-әрекетінің мотивациясы және оны жүзеге асыру үшін жағдайлар туғызу. Мемлекеттің білім беру саласындағы саясаты тәрбиелі де өнегелі, парасатты да салмақты, рухани ішкі дүниесі бай, ұлттық жетістіктерді тез қабылдайтын жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл заман талабына сай сапалы білім беру деген сөз. Расында да адамды адам етіп, ұйқысынан оятып, сергек сезім, рухани күш-жігер беретін, білім мен ғылымға өнер атаулы құштарлығын арттыратын оқу орны немене. Ал сол мектептің жүрегі оқытушы. Оқытушының негізгі міндеті оқушыларға қазіргі өскелең өмір талабына сай білім беру, оларды өмірге бейімдеу. Оқу процесінде оқу мотивациясын қалыптастыру оқушының пәнге қызығуын арттырады. Олардың өздігінен ізденуіне, сөйлеу мәдениетін дамытуға, өз ойын еркін жеткізуге, өзара пікір таластыра білуге үйретеді. Мотивация дегеніміз не? Мотивация ағылшын тілінен алынған, қолданылу, ыңғайына қарай қазақша ниет, түрткі, кірісу, жігерлену деген ұғым. Демек, motivation сөзбе-сөз мағынада қозғалту, әрекетке келтіру мағынасын береді. Психология бойынша мотивация адамды белгілі бір мақсатқа тарту күші немесе қажеттілік. Оқушы іс-әрекетін ұйымдастырудың тиімді жолдары. Оқушыларға ұсынатын іс-әрекет немесе тапсырма қандай болу керек? Әдіс-тәсілдер қандай болу керек? Барлық тапсырмалар оқу мақсатын ашатындай болу керек. Өйткені оқу мақсаты сабақтың тапсырмаларын, дескрипторларын анықтайды. Оқу мақсаты оқушылардың деңгейін ойластырған сабақ. Бағалау критерийлері сабақ мақсатына жетелейтіндей болу қажет және қорытындылай білуіміз қажет. Мақсатымыз: бұл тапсырманы не үшін беріп отырмын? Оқу нәтижесі не болады деген топ ішінде талқылау сұрағын ұсынуымыз керек. Деңгейі. Тапсырма күрделілігі Блум таксономиясы, яғни ойлау деңгейлерін негізге алу шарт. Яғни ол Бенджамин Блумның білу деңгейінен бастап бағалау деңгейіне шейін орналасу қажет екен. Сонымен қатар А, В, С деңгейіндегі берілетін оқушыларға тапсырмалар да ұғымды қалыптастыруды талап ететіндей қызықты болуы шарт. Оқулықты қайталамайтындай, жаңа ақпарат, ұғым құрастыруды талап ететіндей тапсырмалар болса дұрыс болады. Уақыт. Уақыт бұл тақтаға алдын ала жазылып, уақытты белгілеп қою керек. Уақыт біткен кезде тапсырманы да тоқтатуымыз қажет. Ал мұғалім қандай тапсырма орындайтынын жазбаша түрде тақтаға жазып қоюға болады. Сонымен қатар соңында кері байланыс беріп бағалап отыру қажет. Оқушылардың сабақтағы іс-әрекетін ұйымдастыру үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. Соның ішінде жеке орындатуымызға болады, жұппен орындатуымызға болады, топпен орындатуымызға болады екен. Жеке орындатқан кезде мынандай әдістерді қолдануымызға керек. Алма ағашы әдісін, плюс-минус қызықты әдісін және таңдау әдісін. Ал жұппен орындаған кезде жұптас, ойлан, пікірлес әдістерін, 4-3-2 әдісін, қолға жазылған хат тәсілін қолдануымызға болады екен. Ал топпен орындатқан кезде сөз тізбек ойынын, жағымды, жағымсыз даулы әдістерді қолданса тиімді болады. Жариялау әдісінде не істейміз?
оқушылар бір топ қорғағанға шейін қалған оқушылар не істеп отырады? Олар келесі топқа кері байланыс беруге дайындалып отырады. Яғни бұны сыншыл дос әдісі деп айтады екенбіз. Барлық әдістерімізді біткеннен кейін қорытындылаймыз. Яғни қорытындылаған кезде өзімізге мынандай сұрақтар қоюымыз керек. Тапсырманы қалай орындадық? Жақсы жақтары мен кем тұстары қандай болды? Неліктен олай болды? Бұл тапсырма бізге не берді? Оның нәтижелері қандай? Тапсырма орындау барысында не үйрендік? Деген сұрақтар қойсақ, соңында біз сабағымызды қызықты, оқушылардың қызығушылығын арттыратындай, мотивациясын оятатындай тапсырмалар ойлап шығады екенбіз. Мотивацияның түрлері. Мотивация бұл сыртқы және ішкі қозғаушы күштердің жиынтығы. Олар адамды белгілі бір қызметке итермелейді екен. Осы мотивацияның сіздерге бірнеше түрлерін ұсынып отырмын. Оның біріншісі сыртқы ортадағы әрекеттен туған мотивация. Бұл дегеніміз, бұл мотивация адамды жақсы білуге, ықпал етуге байланысты болады екен. Екінші түрі ішкі мотивация. Ішкі мотивация бұл көп жігер мен ақылды керек етеді. Мотивацияның екінші түрі біріншісіне қарағанда нәтижесі жақсы болады. Сонымен қатар мотивацияның тағы бір айтатын түрі тұрақты және тұрақсыз мотивация. Оны кейде оң және теріс деп айтуымызға болады. Оң мотивация адамның ойын шабыттандырып, еркін оятатын, белсенділікке әкелетін мотивация екен. Бұны тұрақты деп айтады. Ал енді адамды енжарлыққа, салғырттыққа, бос-беулікке әкелетін мотивацияны теріс мотивация, яғни тұрақсыз деп айтады екенбіз. Сөзімді қорытындылай келе, сіздерге мынандай мотивация ұсынғым кеп отыр. Бір нәрсенің мүмкін емес екенін айтпас бұрын байқап көріңіз. Жақсыға ұмтыл, өзгер, өз, қорқатын нәрсеңді істе, сонда ғана өмірдің дәмін татасың. Әуе шары сияқты болыңыз. Биікті бағындыру үшін артық жүкті алып тастаңыз. Арманда, алдыңа мақсат қой. Әрқашанда биікке ұмтыл. Назарларыңызға рахмет.